Мен Исаак Ньютонмын. Менің өмірім табиғаттың құпиясын ашуға арналды. Мен аспандағы денелердің қозғалысын бақылай отырып, бүкіл ғаламды реттеп тұрған заңдылықтарды түсіндім. Менің бірінші заңым былай дейді: егер денеге сырттан күш әсер етпесе, ол тыныштық күйін сақтайды, немесе бір қалыпты қозғалысын жалғастыра береді. Бұл инерция заңы. Екінші заңымда мен күш пен үдеудің арасындағы байланысты түсіндірдім. Дененің үдеуі оған әсер ететін күшке тура пропорционал және массасына кері пропорционал. Яғни, күш неғұрлым көп болса, қозғалыс соғұрлым жылдам өзгереді. Ал үшінші заңым табиғаттағы тепе-теңдіктің заңы. Әрбір әрекетке әрқашан оған тең, бірақ қарама-қарсы бағытталған қарсы әрекет болады. Бұл заңдар тек физика үшін ғана емес, бүкіл әлемнің тепе-теңдігін сақтау үшін де маңызды. Менің ең басты ойым, ғалам ретсіздік емес, керісінше, ұлы тәртіптің айғағы.